балам, қазір біздер деген мына қамшының несінің қалай жасалатынын, соның бәрін сізге саған таныстырамын. Біріншіден, мына енді атты айдау үшін ол қамшы тоқылып жаратылған. Біріншіден, екіншіден мына аттың құрал саймандарын таныстыру дейік. Біріншісі ер. Біз мына ер тоқым деп аталады, общий. Енді астында терлік тоқымы, осы жерде дойыр болады, атты айдайтын бұл жанды қазіргі сәтте ол тоқылып тұрғаны. Бұл жерде қамшы, бұл жерде бізде деген жүген деген болады, тартпасы деген болады, айылдың ерді тартатын тосын ноқтасы болады. Осындай құрал саймандармен ер азамат атты ерлеп жүреді. Енді балам, мына қамшының 8 таспа осылай өрілетін сізге қазір көрсетіп жіберейін. Балам, шетінен.